Саламатсыздар ма балалар? Бізде бүгін қазақ тілі сабағы. Бүгінгі күндеріне сәттілік. Балалар өздеріне керектілерді алыңдар. Бүгінгі сабақтарға өздеріне не керек? Мысалға біреулерің бүгін сабаққа энергия алдыңдар, я? Сабақтарына бүгін жақсылап айтайын деп біреулеріне энергия керек. Қазір класс стул сәтісі бойынша тоқтасайық. Тақтаға назар аударайық. Ал мені топтардың және аттарын тақтада тұрып тоқтасайық. Қоршаған ортаны сақтайық. Қоршаған орта біз болашақ ұрпақ үшін қорғап, сақтауымыз қажет асыл мұра. Бірге планетамызға қамқорлық жасау жолдарын қарастырайық. Қоршаған ортаны сақтаудың маңызы. Қоршаған ортаны сақтау, экожүйенің тұрақтылығын сақтау, жабайы табиғатты сақтау және шектеулі табиғи ресурстарды қорғау үшін өте маңызды. Салауатты ортаның пайдасы. Салауатты орта таза сумен, таза ауамен және сапалы тағаммен қамтамасыз ету арқылы адам денсаулығына қолдау көрсетеді. Ұжымымыздың игілігі үшін қоршаған ортаны қорғайық. Экологиялық қиындықтар. Климаттың өзгеруі, ауа мен судың ластануы, ормандардың жойылуы біз шешуге тиіс экологиялық мәселелердің бірі. Тұрақты шешімдерді табу үшін бірігейік. Қоршаған ортаны қорғау қадамдары. Бір рет қолданылатын пластмассаларды пайдалануды азайту. Энергияны үнемдейтін шамдарды қолдану арқылы энергияны үнемдеу. Және ағаш отырғызу, биологиялық әртүрлілікті сақтау. Қайта өңдеу және қалдықтарды басқарудың маңыздылығы. Қалдықтарды қайта өңдеу және тиімді басқару қалдықтарды азайту және қоршаған ортаға теріс әсерді азайтудың кілті болып табылады. Қоршаған ортаны сақтаудағы жеке адамдардың рөлі. Әрбір адам қоршаған ортаны сақтауда маңызды рөл атқарады. Әрбір адамның кішігірім әрекеттері айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Үкімет пен қоғамның рөлі. Үкімет пен қоғам тиімді экологиялық саясатты жүзеге асыру және қоршаған ортаны бірлесіп сақтау үшін бірлесіп жұмыс істеуі керек. Қорытынды. Қоршаған ортамызды қорғап, айлау үшін біргелік. Ұжымдық әрекет арқылы біз жер бетіндегі барлық тіршілік иелері үшін тұрақты және салауатты болашақ құра аламыз. Қоршаған орта, ал енді балалар, қоршаған орта дегеніміз не? Қоршаған ортаны не себепті қорғауымыз керек? Ал Ғазиз бастай ғой.
Қоршаған орта адамның тіршілік етуіне қажетті табиғи және жасанды жағдайлардың жиынтығы, яғни оларға ауа, су, топырақ, өсімдіктер мен жануарлар және де адамның қолынан жасалған инфрақұрылымдар жатады. 144-ші беттегі бірінші тапсырмамызды оқиық. Кім оқиды? Аяғы бастай ғой. Жыл сайын 5 маусымда дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні атап өтіледі. Бұл атаулы күні 1972 жылдың 15 тоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 27 сессиясында жария етіліп, сол жылы өткен қоршаған орта проблемаларын жөнінде Стокгольм конвенциясының қарарында сәйкес бекітілді. Қарарда бас ассамблеясының Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіндегі мемлекеттер мен ұйымдардың барлығы бұл күні қоршаған ортаны қорғау күні және оны жақсартуға деген жұмыстарын көрсететін түрлі шаралар өткізуге шақырды. Сонымен бірге Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіндегі жаңа ұйымның қоршаған ортаны жөніндегі бағдарламасы ЮНЕП құрылды. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні жыл сайын ЮНЕП ұйымының мұрындық болуына атап өтіледі. Бұл күнді атап өтудегі мақсаты әрбір азаматтың қоршаған ортаны қорғау, баулау, басқа да сөзбен айтқанда әлем халықтарына табиғатты мәселесіндегі негізгі күш адамдардың өз қолында қоғамдың екенін түсіндіру, сондай-ақ күллі әлемдегі елдер мен халықаралық қауіпсіз және бақуатты келешегін қамтамасыз ету үшін әріптестік қарым-қатынастардың пайдасы зор екенін ұғындыру. Дүниежүзілік қоршаған орта күні елімізде жиындар мен велосипедшілер шеруі, концерттер, шығармалар мен үнқазған конкурсы, көшеттер мен отырғызу сияқты шаралар, аулалар мен көшелерді тазалау науқандары өткізілді. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау қай күні аталып өтіледі? Жақсы, 5 маусымда. Ал балалар тақтаға назар аударыңдар. Мәтінді оқып, құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерекшеліктерін талдаңдар. Бірінші, мәтіннің құрылымы, мәтіннің әр бөлігі қалай жазылған. Үшінші, мәтіннің түрлері. Бұл бізде қандай мәтін? Әңгімелеу ма, пайымдау ма? Мәтіннің әр бөлігі азаматшылдан басталады. Жақсы. Келесі мәтіннің түрі қандай? Пайымдау. Пайымдау мәтіні белгілі бір пікірді түсіндіреді, дәлелдер және дүние үшін сұрағына жауап береді. Жақсы, тамаша. Біздің бүгінгі сабағымыздың әдеби тілдік нормамыз сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Бір ғана сұраққа жауап беріп, бірдей қызмет атқаратын, көбінесе бір тұлғада бір сөз табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты білдіретін сөздер табын сөйлемнің бірыңғай мүшелері дейміз. Бірыңғай мүшелер жалғаулықсыздар, жалғаулықшылаулар арқылы да байланысады. Ыңғайластық жалғаулықтар және әрі, мен, бен, пен, да, де, та, те. Кезектестік жалғаулықтар біресе, бірде, кейде. Талғаулық жалғаулықтар не, немесе, не болмаса әлде. Қарсылықты жалғаулықтар бірақ, дегенмен, алайда және тағы да басқалары. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері де, тұрлаусыз мүшелері де бірыңғай мүше бола алады. Алдарында ресурстардың бәрі тұр. Үшінші тапсырмада бірыңғай мүшелерді қатыстырып, өздерінде қоршаған ортадағы 7 қазына туралы мысалдар жазамыз. Алдарындағы ресурстарға қарап мысалдар жазамыз. Бұл бізде жеке жұмыс. Ал бастайық. Ал балалар, жеке жұмысымызды бастаймыз. Бастағы кім дайын жеке жұмысқа? Нұрай. Адамның ақылы, ой санасы. Өйткені адамзат ақылы хайуанаттар дүниесінен бөлініп ерекшеленеді, әрі дүниенің қожасы болады. Жақсы, келесі. Кәусар. Сұлу жары, ақ жаулықты, яғни ерлі әйел адам. Елдің жары, балаларының анасы. Халқымызға ежелден бас екеу болмай, мал төртеу болмас деп, әйелді тіршілік иесі, адам өмірі жалғастырушы деп қастерлеген. Көңіл мен пейіл кең болса, ынтымақ пен береке орнайды. Бала адам өміріндегі жалғасы, қуанышы. Жақсы, 7 қазынамызды атайықшы, балалар. 7 қазынамызды атайықшы, қане? Жер бар, қара тұрған, майқаза, берен ноқтығы, қанбалы қақсан, майғанғы жау, өткір кездік.
Келесі тағы да жеке жұмысты кім айтқысы келеді? Көркем. денсаулық деннің саулығы, яғни денсаулық, яғни деннің саулығы. Бала өмірді жалғасып қуанышы. Жақсы. Келесі. Енді бізде топтық жұмыс. Топтық жұмыс 5-ші тапсырма. Осы жерде арасында топтық жұмыс жасаған кезде бізде бірыңғай мүшелер болу керек. Қане топтық жұмысымызды бастайық. Алдарында ресурстар тұр. Білім деген кестені толтырамыз. Жұмысымызды тақтаға орындайық. Қай топ дайын? Ал екінші топ бастайық. Тақтаға. Қаламыздың көркі әдемі зәулім. Шынында қайда барсақ та айнала толы ғимараттар. Көшеміздің көркі көз оймайды. Қаламыз көркейе берсін. Жақсы, тамаша. Келесі топ. Табиғи жасанды жағдайлардың жиынтығы болып келеді. Инфрақұрылым. Және біз қоршаған орта бұл біздің өмір сүріп жатқан жеріміз. Олардың арасындағы өсімдіктер, жануарлар, тіпті табиғаттың өзі қоршаған ортаға жатады. Жақсы, тамаша, жарайсыңдар, отырыңдар. Ибрагим Заур, мен бүгін тапсырмалардың бәрін орындағандықтан өзіме 9 балл қойдым. Айса, мен өзімді 9 балға бағаладым. Мен өзімді белсене қатысушым деп ойлаймын, сондықтан мен өзіме 9 балл қойдым. Білемін, 7 қазынаны білемін, яғни білгім келеді, бүгінгі бірыңғай мүшелерді білдім, яғни оны толық меңгергім келеді, білдім. Сонымен бірге Біріккен ұлттар ұйымының жүйесіндегі жаңа ұйымды қоршаған ортаны жөніндегі бағалау бағдарламасы UNEP құрылғанын білдім. Жақсы. Келесі. Мен бүгінгі сабақта білемін, яғни қоршаған орта туралы. Және де білгім келетіні табиғат ресурстары туралы көптеген тақырыптарды жайлы өткім келеді. Білдім, мен бұл тақырыпта бірыңғай мүше туралы өте көп білдім.